Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте әдемі және дәмді болып шығатын майонезсіз салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен осы бір пиязымызды алып, турап аламыз. Фиолетовый пияз болса да болады. Кішілеу бір пиязды осылай турап, ыдысымызға салып аламыз. Сосын үстінен осылай бір сәбізді теркадан шығарып аламыз. Міне сәбізімізді шығарып болдық. Енді осы пияз бен сәбіздің үстіне бір немесе екі чеснокты осы майда жағынан, терканың майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Міне чеснокты шығарып алдық. Енді үстінен бір шай қасық шекер, бір шай қасық тұз салып аламыз. Және де қалауыңызша қара бұрыш немесе қызыл бұрыш қоссаңыз да болады. Және де үстіне бір жарым чайна ложка яблочный уксус қосамыз. Сосын 2 ас қасық сұйық майымызды осылай тапада жақсылап қыздырып алатын боламыз. Қызыған майды үстіне құйып аламыз. Майымызды да ыстық күйге құйдық. Енді құйып болғаннан соң осылай жақсылап бір-біріне араластырып 10 минутқа қалдырамыз. Келесі бізде алдын ала пісіріп алған ет, менде қойдың еті, сіздерде сиырдың немесе жылқының еті болса да болады. Осылай пісіріп алған етімізді соломка етіп турап алатын боламыз барлығын. Келесі бізде свежий, орташа огурцы дәл осылай соломка етіп турап аламыз. Келесі бізде болгарский, бір болгарский қоссаңыздар да болады. Мен жарты болгарский қостым. Бұл болгарскийді дәл осылай барлығына соломка етіп турап салатын боламыз. Міне барлығын турап болдық. Енді үстіне 150 грамм фасоль және 150 грамм кукуруз және алдын ала турап алған укропты қосамыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде толық жазып қалдырамын. Енді барлығына бір келгетіп араластырып алатын боламыз. Міне салатымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Майонезсіз салат. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк және комментарий қалдырыңыз. Қош сау болыңыздар.